жарықтың жұтылуы деген не? Бүгінгі сабақта сенің білетінің жарықтың жұтылуы, сенің меңгеретінің жарықтың жұтылуы арқылы түстерді ажыратуды сипаттау. Енді еске түсірейік. Мына бөлмедегі заттарды неліктен көріп тұрсың? Себебі бөлме жарық. Ондағы заттарды жарық болғандықтан көріп тұрсың. Мұндағы кейбір денелердің беті айналық, кейбірі кедір бұдырлы. Жарық бұл беттерден шағылады. Енді ойлан, жарық сәулесінің түсі қандай? Айналамызды қандай жарық сәулесі қоршап тұр? Жарық сәулесінің түсін ақ деп ойлаймыз. Оны ақ жарық деп те атайды. Осы ақ жарық жеті түстің бірігуінен пайда болатынын білесің бе? Оны ең алғаш 1672 жылы ағылшын ғалымы Исаак Ньютон ашқан. Ньютон жарықты зерттеу үшін шыны призманы қолданды. Ол призмаға ақ жарықты бағыттайды. Призма арқылы өткен ақ жарық призманың келесі жағына жеті түске бөлінеді. Бұл түстер қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк және күлгін. Ньютон ақ жарықтың осы түстердің қосылуынан пайда болатынын анықтайды. Жарықтың түстерін кемпірқосақтан көре аласың. Оларды есіңе сақтап ал. Күлгін, көк, көгілдір, жасыл, сары, қызғылт сары және қызыл. Енді зерттеу жүргізіп көрейік. Ақ түсті қалай алуға болады? Бұл зерттеуімізде бақылау және эксперимент әдісін пайдаланамыз. Оған қажет заттар дөңгелектеп қиылған қатты қағаз, сызғыш жіп және түрлі түсті қарындаштар. Ал енді экспериментімізді бастайық. Дөңгелек қағазды бөліктерін жеті түске бояп ал. Одан кейін оның дәл ортасының екі жағынан екі саңылау жаса. Сонан кейін жіпті алып, осы екі саңылаудан өткізу керек. Оны тұйықтаймыз. Міне бізде осындай құрылғы пайда болады. Бұл құрылғыны айналдырып көреміз. Мұқият қарап отыр. Айналдырып алғаннан кейін жіпті екі жаққа қарай тартамыз. Сол кезде дөңгелектегі жеті түс бір-бірімен бірігіп, бір кезде біз ақ түсті деп байқай аламыз. Бұл жаңағы жеті түстің ақ түсті құрайтынын дәлелдейді. Сонымен экспериментімізді қорытындылайық. Жіптің қатты қағазды тез айналдыруы салдарынан боялған қағаз беті ақ түсті сияқты болып көрінеді. Жарықтың қасиеттерімен танысуды жалғастырайық. Суретте қандай түстерді көріп тұрсың? Балалардың киімінің түсі алуан түрлі. Аспан көк, бұлт ақ, ағаш жапырағы жасыл. Заттың жарықты шағылу және жұтылу қасиетінің арқасында заттардың түсін ажырата аласың. Енді мына сызбаны сипаттап көр. Қандай түс шағылды, қандай түстер жұтылды? Шағылу деген не? Ол жарықтың бір бетке тиіп қайта қайтуы. Мысалы, допты лақтырып қайта қағып алған тәрізді. Ал жұтылу деген не? Иә, ол сіңіп кету дегенді білдіреді. Мысалы, судың топыраққа сіңуі тәрізді. Сонымен түсіндіріп көрейік. Міне, ақ жарық келіп түскеннен кейін дене өз түсін ғана шағылдырып, қалған түстерді жұтады. Мысалы, сен қарап тұрған дененің түсі сары болсын. Ақ жарық келіп түскеннен кейін сары түс шағылады, яғни сенің көзің оны көреді. Ал қалған түстерді дене жұтады, оларды көрмейсің. Сондықтан денені сары етіп көресің. Ақ жарықтың жұтылған түстері қызыл, қызғылт сары, жасыл, көгілдір, көк және күлгін. Шағылған түс сары. Енді жасыл түс қалай пайда болады? Бірге сипаттайық. Шегірткеге жарық түседі, ол жасыл түсті шағылдырады. Қалған түстерді жұтады. Сондықтан шегірткенің, оның қасындағы шөптің түсін көреміз. Ал мына көк шарды қалай көреміз? Шарға келіп түскен жарықтың көк түсі шағылады. Басқа түстер жұтылады. Сондықтан көк шарды көресің. Енді мына қызыл алманы қалай көретініңді сипаттап көр. Иә, келіп түскен жарықтың қызыл түсі шағылады. Басқа түстер жұтылады. Сондықтан алма қызыл болып көрінеді.
Енді ойлан, суреттегі мысықтар қандай түсті? Ақ пен қара түсті қалай көреміз? Келіп түскен ақ жарық толығымен жұтылса, қара түсті. Ал жарық толығымен шағылатын болса, ақ түсті көреді екенбіз. Сен білесің бе, адамның көзі шамамен 100 шақты түсті ажырата алады. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сен ақ жарықтың 7 түстен құралатынын, жарық сәулесінің маңызды қасиеттерінің бірі жұтылу екенін білдің. Жарықтың шағылу және жұтылу қасиеттері нәтижесінде заттың түсін ажырататынымызды түсіндің.